Енді кейбір адамдар ойлайды да, бұл тоқтады ғой деп. Жоқ, тоқтағанда мамандар жұмыс істеп жатыр. Мгм. Біздің қара шаңырағымыз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бүкіл имамдар жұмыс істеп жатыр. Мемлекеттік мекемелер, дін істері басқармалары, ішкі саясат, аудандағы ішкі саясат бөлімдері, оның ішінде дін секторлары барлығы жұмыс істеп жатыр да негізі. Содан кейін бұны бүйтіп жайлап ұстап тұрмыз. Халыққа жеткізу, айтқызу. Өткенде Қазақстанда тыңдауға болатын адамдар, тыйым салынған уағыздар десем, қалай сонда мен тыйым салынған, мен сонда уақыт тыңдауға болмаймын. Жоқ, ондай емес. Тыйым салынған деген сөз іріткі салатын уағыздарды тыңдаудың қажеті жоқ деп түсіндіріп жатыр. Іріткі салатын уағыздар олар. Іріткісінің ең негізгісі ата-анасынан қарсы қою. Ата-анасын атеист деп кәпірге шығару, иә? Ата-анасынан қарсы қою. Ең бірінші айтатын сөздері осы. Сосын әйел кісіні адам қорлы көрмеу. Олардың түсінігінде енді мысалы біздің ақидамыз Матруди фихымыз, жаңа Абу Ханифа имам Азамның фихымен жолымен жүреміз. Орамалдың парыз екенін білеміз. Қай нәрсенің парыз екенін білеміз. Әуреттер жер деген барлығын білеміз. Бірақ енді келіншегі мысалы ауырып қалды. Бүйрегі ауырды дейік мысалы. Бір еркектің намаз оқитын әйелінің бүйрегі ауырды. Ауруханаға барса, уролог еркек екен. Өлсең өл, анау болмайды деген. Ол жерде жаңағы әурет деген сөз шамал бетіп тұрады да. Денсаулығы бірінші орынға шығады. Денсаулық қой. Ана мен баланың денсаулығы бірінші орында тұру керек қой негізі. Оларда ондай түсінік жоқ. Сосын ол кісілер қыздарын да оқытпайды ғой. Мысалы, қыздарын жаңағы, мысалы, медициналық мамандыққа жіберсе, сол болашақта сол әйел кісіні емдейді ғой, мысалы ше. Соны қыздарын оқытпайды, шектейді. Тек қана сол ақыретіңді ойла, немесе күйеуге шықсаң болды, сол ғана саған жеткілікті деген сияқты. Негізі жақсы сөз ғой, ақыретіңді ойла деген жақсы сөз. Күйеуге тию деген жақсы сөз. Бірақ тек қана күйеуге тиесің де ақыретіңді ойла. Дүние ше. Білім алу ше. Білім алу ше. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис бар ғой. Қиямет болып жатқан уақытта, егер сен бір жаңа тал ағаш егіп жатсаң, соны егіп бітір дейді. Тастап кет демейді. Соны егіп бітіруің керек. Дүниенің жұмысын бітіру керексің. Мынандай сөз бар. Мынау ақырет ертең болатындай дайындал дейді. Мына дүниеде өлмейтіндей өмір сүр дейді. Өлмейтіндей дегенде бәрі өледі, белгілі ғой. Енді бұл өмір сүр, жақсылығын пайдалан. Бірақ ақырет ертең болатындай, онда біліп жүр, дайындалып жүр дейді. Екеуін бірдей ұстау керек қой. Барлық нәрсенің плюсы бар, минусы бар. Құстың екі қанаты бар. Біздің де екі қолымыз бар. Бір қолымыз болмаса, жұмыс істей алмаймыз. Екі аяғымыз бар. Бір аяқпен жүре алмаймыз. Сол сияқты жәннет пен тозақ бар. Дін мен дүние бар. Екеуін бірдей ұстанған уақытта дұрыс жол таба аламыз. Тек қана дін деп кеткен адамның фанатизмге кетіп қалғанын көріп жатырмыз. Тек қана дүние деген уақытта ол дүниені әбден тауып, соған жетіп, сол мақсатына жетіп, бірақ Құдайды кейін таниын десе, енді оның қартайған уақыты. Соның жастық шақта дейді.